енді InShot бағдарламасы арқылы жаңағы өзіміздің рекламамызға қалай музыка қоямыз. Мысалға, мен мына рекламаны жасадым. Музыкасы жоқ, я? Осыған музыка деген жерді аласыз. Песня дегенге барасыз да. Өзіңіздің, мысалға, аудионыз болсын делік та, аудиода музыкаңыз тұрса, допустим, менде баяғыдан бергі мына аудиомда мынадай музыка бар. Керек болса, мен осыны алам. Извлечь аудио деген басам да, мінеки мынаны былай қарай сырасылам. Шықты, көрдіңіздер ма? Енді түсінбей қалсаңыз, песня, извлечь аудио из видео, яғни видеоңызда бар музыканы жазу. Мысалға, қайсы деп айтайын? Мына видеоның музыкасын енді видеом жоқ, кәдімгі соткамда музыка бар десеңіз, импортная музыка деген бар. Мына жақта көрдіңіз ба, міне өзіңізде тұрады. Если жоқ болса, импортировать дейсіз да, файл деген жерге сізде галерея деп тұру мүмкін. Өзіңіз бір музыканы таңдап қойыңыз. Мінекей. Арасындағы переходтар. Көрдіңіз ба, міне? Ойбайна музыкасы бар екен ғой. Мынаның үстінен басасыз, музыка деген жеріне басасыз, тағы да мына фотоның үстін басасыз да, былайна өшіп тастайсыз музыканы. И сөйтіп сохранить дегенді басасыздар да. Мына экран жабылғанша, біткенше отырасыздар. Жаппайсыздар экранды. Болды.